السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين Құдіреті күшті Алла Тағала оқылған Құран аятынан болған сауапты пайғамбарымызға Хазіретті Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның рухына барлық пайғамбарға, сахабаларға, әулие әмбелерге, елім, жерім, отаным, ислам деп кеткен ата-бабаларымызға, ғалымдарға, және де Ергешұлы берген әкемізге, Көпеш қызы Айымтар апамызға, Қыдырбай Палман атам, Айтпадыр Нақпызы Бебаш апамызға, Текаман қызы Аманкүл апамызға, Малбай Оспан атамызға, және де Базарбай құдаға, және де әумин деп осы қол жайып отырған барша мол мұсылмандардың өмірден өткен ата-ана ата-бабаларына бағыштадық. Алла Тағала баршасының күнәларын кешіріп, қабірлерін жарық қылып, Алланың рахматы, Мұхаммед пайғамбарымыз шапағатын нәсіп ет. Алла Тағала бір сенің разылығың үшін Рамазан айының оразасын ұстадық. Өзіңнің берген рызығыңмен аузымыз да ашық. Алла Тағала өзіңе тәуекел еттік. Күнәларымыздың әуелгісінде, кейінгісінде кешір. Алла Тағала ертең күнде ораза ұстауға нәсіп ете, Раббым. Алла Тағала осы Нұрстан балаларымыздың, Ерстан балаларымыздың, қыздарымыздың барша осында әумин деп отқан барша шаңырақтарына береке бер. Мал жандарына, өмірлеріне, ұрпақтарына береке бер. Ұрпақтары өсіп өніп, ізгі ұрпақ болуын нәсіп ет. Алла Тағала тілдің тілінен, көздің көзінен, түйілген түйіншектерден, адамдардың көре алмаушылығынан, қасаттан, адамнан болған шайтандар мен жандардан болған шайтандардан өзің сақта, я Раббым. Я Алла Тағала елге тыныштық, исламға қуат бер. Барша жамағаттың, құда жекжат ағайын туысқанның баршасының отбасына береке бер. Алла Тағала келесі жылда осы Рамазанға аман есен жетуге баршамыздың отбасымызға нәсіп ет. Нұрстанның, Ерсұлтанның барша отбасына өсіп өніп Алла үлкен салиқалы ұрпақтардан болуын нәсіп ет. Аллахумма салли ва саллим аля набина Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Амин. Аллаху акбар. Ораза қабыл болсын иншалла. Той құтты болсын. Bile, hey! Arriba, arriba! Assalamu alaikum, alaikum, assalam. Assalamu alaikum, alaikum, assalam. Assalamu alaikum, alaikum, assalam. Assalamu alaikum, alaikum, assalam. Hürmetli toşı kavum. Уағалейкум ассалам демесеңіздер де бір шапалақ жүрсеңіздер маған да приятно болып қалар еді. Біреулер сыр айтады көп. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, қымбатты да қадірлі. Бүгінгі біздің Нұрсұлтан мен Аяулының және де Серік ағамыз бен Раушан анамыздың алтын басын сыйлап келген құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Тойханамыздың төрінен, ресторан төрінен төрт көздеріңіз түгел көргенімізге қуаныштымыз. Келгенше қонақ ұялады, келгенсің той иесі ұялады дейді қазақта. Бүгін қонақта ұялмайды, той иесі ұялмайды. Той иелері айтып жатыр. Шақырсақ үлкен залдарға да сыймайды біздің қонақтарымыз дейді. Осы бір кешті жүрегімізге жақын жандармен бір атап өткенді жөн көрдік дейді. Сол списоктен сызылып кетпей, бүгінгі тойдың төрінде өздеріңізді көргеніме қуаныштымын. Өздеріңізге де делебесін қоздырып той иелеріне той құтты болсын бір шапалақты аямай ұрайықшы. Ауызды аштық ұрайық еді.
Мына дастархан молодец. Бірден көзге түсіп жатыр кәдімгідей. Қош келдіңіздер, қымбатты ханым мен мырзалар. Бүгін сол Нұрсұлтан мен Айауылының Айсұлтандай палуанның шілдехана тойын атап өтіп жатырмыз. Енді себепкер ғой, баршамыздың осындай дастархан басына жинап, той жасатып жатқан сол Айсұлтанды ортаға алдырайықшы. Әне! Оппа! Ахай! Шап! Мыналарды қара. Тазынасын тойға жиған әз қалқымай, ат шаптырып шапан жапқан бар салтыңай. Өтсе тағы қилы-қилы түрлі тағдыр замандар ай, қазақ қана өзгертпейді баз қалпынай. Күндір күй ойнатқан қазағым ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Дүбір той тойлатқан енді бер ғана келдер, бер ғана жүрді. Жай кесіп, жай. Күндір күй ойнатқан қазағым ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Рахмет. Прямой астына түсіндер, 312 деген газель бар, соған кіріңдер, қазір апарып тастаймыз қайтып. Ой, фырмай. Секе, тойдың бәрі алда екен ғой, Алла қаласа. Артыңа қарама деген көбейін деп тұрген Құдай қаласа. Қымбатты ағайындар, қазақта дінімізде айтады, қазақта айтады, 3 тілек, 3 дұға қабыл болушыдан дейді. Бүгінгі осы кешті Айсұлтандай палуанымызға арнаған болсақ, ата-ананың жасаған дұға тілегі ниеті қабыл болады екен. Осы өшерде төрімізде отқан Айсұлтанның атасы, ұстаз, көптеген шәкірттер тәрбиелеп атқан, қазақтың асыл дініне қызмет етіп атқан Серік аға, өзіңізді шақырып, Айсұлтанның өмір жолына бүгінгі кешімізге ақбатаны беріп, әумин деп ашып берсеңіз деген ниет бар. Секе, торғай сосияда қасапшы сойсын дейді. Менің құрмет қонақтарымыз бар екен білем. Дегенмен, сізді ақша қалдырамайды ғой осы. Бүгін кеп тұрған кезде бір бата алайық деп атқанымызда, үйті до конца отырмайсыз. Ашып бата беріңіз енді. Енді сап бетіңіз. Мұна музыкамен қалай болады екен бата, е? Ал бүкіл мақтау әлемдердің Раббысы Аллаға болсын. Пайғамбарымызға Мұхаммедке алайыңмен сәлем болсын. Мына ұлдарымыз қайратты болсын, білімді болсын, иманды болсын, батыр болсын, жігерлі болсын. Қыздарымыз иманды, ибалы, кішіпейіл болсын иншалла. Үлкеннің алдын кеспейтін, күйеуіне қарсы келмейтін, сонда ибалы қыздардан болсын. Осылар өсіп өне берсін иншалла. Баяғыда әкем айтатын еді марқұм. Әрі қайсысы бір волга қой деп. Сөйтсе қосып береді екенсің ғой оны. Бір волганы алмайды екенсің ғой, қосып береді екенсің. Соларға қызмет қылып жүре берейік иншалла. Өсіп өне берсін ұрпақтарымыз. Осылар аман болсын, жастар бақытты болсын иншалла. Тату болыңдар әрдайым. Алла берекетін берсін, Алла екі дүниенің жақсылығын нәсіп ет. Өсіп өніңдер иншалла. Әумин, Аллаху акбар. Рахмет Секе, айтқаныңыз келсін. Серік аға, өткенде мен сіздің уағыздарыңызды тыңдап отырам ғой. Мен сізге ырза болдым, сіз ақын екенсіз. Сіздің уағызыңызды тыңдап отырсам, сіз айттыңыз, ей, деп ана жерде жамағатқа жұма күні. Ыржың, чыртақай ет жүре бермеңдер. Дұға жасаңдар, жылап сұраңдар, жыла, тәңірден сұра деп. Кейін бір тойға барсам, сол сіздің сөзіңізді кәдімгі өлеңге қосып апты. Жыла, тағы да жыла, жылап тұрып тәңірден кешірім сұра. Кәдімгі билейтін өлең болып жүр. Бола береді ғой, мешітке бар, былай тыңдаймыз, аяқ бар, билейміз. Құтты бола берсін ағажан, той құтты болсын. Мынау дастарханды ашық деп жариялады, жаңадан бері ауыз ашып жатырмыз ғой ағайындар. Мынау енді біздің үлкен қазақтың беш бармақ асы да дайын болып қалған екен. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұлттық асы дайын болып қалған екен. Сол асқа байланысты біз бір-екі қонақтарымыз кешігіп жатса да асты тоқтатпайық деп біз аштырып алдық.
Ал енді мархабат қыз жігіттер асты тартып өтейік. Астан алыңыздар. Той басталды деп есептеңіздер, бірақ кішкене уақыт мазаламаймыз. Астан дәмден абалзар кешке дейін аш жүрген адамның миын ашпай қойық та пока. Тамақ жеп алайық, жақсылап, сосын барып бастайтын боламыз. Мархабат төрлетіңіздер. Ас тартып өтейік. Ет келеді. Құданың алдына ас келеді. Құданың алдына бас келеді. Мархабат. Жиналып қалғын құралсаң, сөйледік бізге ұйғарсаң, бұл үйдің көргін айдайыны той болады дегеннен, халыққа хабар таратқан аят жүрегін жаратқан, әже кейіп жасантып. Ал қымбатты ағайындар, бүгін дастархан төрімізге, асымызға адалдық, басымызға амандық тілеп келген Жалғас ағамыздан әумин деп қол жайып, үлкен астың батасын алайық ағайындар. Илах әумин. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жиналған қауым, осы асымызға береке берсін, денімізге саулық берсін. Аллам аспанымызды ашық етсін, жерімізді бүтін етсін, сыртқы жау, ішкі даудан сақтасын. Үбірлі шүбірлі болсын Нұрсұлтан құдамыз. Сол Қазақстанның азаматтары көбейе берсін. Аумин, Аллах акбар. Әумин. Ал енді астың үстінде мазаламаймыз ағайындар. Астың үстінде маған ешкімде қарамайды. Бәріміз астан алып алайық, сосын барып жалғастыратын боламыз. Алып келген Аллаға шүкір, біздің құрметті қонақтарымыз жетеді ғой, бірақ дегенмен төрде отырған барша өздеріңізде асыл қонақтарға қош келдіңіздер. Біздің тойға деп қарсы алу ретінде алғашқы ақ тілек иелерін мен ортаға шақыра берген жөн көрдім. Әрине, Серік аға, өзіңізбен, Раушан жеңгемізбен, Махир апа, өзіңізді шақырам құрметпен. Жәке, Жалғас құда, сіз де келіңіз. Роза құдағимен, Жамал апа, Оразәлі құда, Индира құдағи бастаған, осы жерде отырған біздің үлкендеріміз деп, мақтаныштарымыз деп, батагөй ағаларымыз, ел аналары, ел апалары деп шақырамыз. Ал енді бүгін той апа, бүгін той ғой, бүгін той, бүгін қуаныш. Сол үшін музыка қоятшы, билеп андай настроениемен келіңіздерші. Маған да арғара имамның тойын жүргізіп кету бір түрлі болып тұр да, уағыз айтып жүрген адам тойын бірден андай жүргізіп кете алмайды екенсің. Сіздер поддержка беріп, билеп келіп, бір тойдың көркін келтіріп жіберіп, музыка жіберші. Әне, билеп, осылай. Жәке қайда жүрсі жаңадан бері. Осылай, ей! Секе! Биік тауларды, Секе! жасыл балдарды, үлкен қаланы, сауданды, көру үшін аралай. асығам сапарға. О, сүтші жеке! Жүрсең алыс Сүтші! жерлерде, аман есен Секе! оралшы. Секе! Сағынысып көргенде, құшақтасып қол алшы. Аспанда да жерде де, асылда да белде де, жолың болсын, жолаушы. Рахмет. Өзінің әйелімен билеген халал ма? Не, ұзатылатын қыздар құсап сызылып тұр сонда. Жеңшем айналып жан жағыңыздан. Ей, жаным, жеңшем. Түсіріп атыр ма? Бұларды әйтеуір Қайрат Нұртас. Артқа таман, мына жақтағылар сіздерді көрсін деп. Артқа таман. Ей, Жәке, красавчик. Осылай билеп жүрміз айналайын. Ана жақта біреулер тарауих оқып атыр. Жеңшем жүріп яқта шабаттанып билеп. Құтты болсын, апатай, құтты болсын, Секе. Мынау әулеттің үлкендері сіздер, осы әулеттің мақтанышсыздар. Осы әулеттің ертеден келіп атқан құда жек жатсыздар. Төрде тұрған барша Нұрсұлтанның қайын жұрты келіп атыр. Барша достары келіп атыр мына жерде. Көршілер келіп атыр. Қош келдіңіздер біздің тойға деп қарсы алу ретінде өздеріңіз алғашқы ақ тілекті. Апа, сізден бастаймыз ау дейме? Мархабат, өзіңіз бастап беріңізші. Ерегіз. Құрметті мына той залына жиналған көпшілік құда жекжаттар. Енді мен мына қонақпын, құдағимын. Осы еңліктің шешесімін, әжесі. Енді мына тойларыңыз құтты болсын, балалар бақытты болсын.
дендері сау болсын, үлкен бір азамат болсын, атасы мен апасын бағатұғын ақсақалды сартысты үлкен кәрия ата апа болсын. Балалардың қызығын мына ата-аналар аман есен көре берсін. Осы жерде отырған мына барлықтарыңыз тойларыңыз құтты болып, бала шаға аман болып, заман тыныш болсын. Барлықтарыңыз аман есен болыңыздар. Көпшілік қауым, тойшыл қауым деп жатады ғой. Сол айтқандай, мынау барлықтан ағайын туысқан, дос жаран, құда жекжаттар, қоңсылар, құда жекжаттар, барлықтарыңызға Алла мынау қасиетті Рамазан айына қатар қош келдіңіздер. Ниет дұғаларыңыз қабыл болсын, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Мынау себепкер Айсұлтан Шөберем. Құда қаласа келешекте бақытты балалық шағын өткізіп, ата-анасының алдында ойнап күліп, еш жаманшылық көрмесін. Ұлдарының Раушан мен Серік бала мен Раушан келіме рахмет. Нұрсұлтан баланың тойы болды деп ала сұрып, ұйықтамай, ала шапқылап жүріп, Құда қаласа қуаныштары ұзағынан болсын. Алла разы болсын. Нұрсұлтан балам мынау Айсұлтан үлкен Дін Мұхаммед дәу жігітіңіз бар. Онартынан Айсұлтан жігіттің 40-нан шығару тойын құтты болсын. Аяулы екеуінің бақытты болыңдар. Өсірген ұл қыздарының рахатын, қызығын, қызметін көріңдер. Біздің жолымызды берсін үлкендердің. Өсіп өніңдер, бақытты, берекелі, мерекелі отбасы болыңдар. Алла бақ дәулетті, бай қуатты болыңдар. Нұрсұлтан балам, мынау астың адалдығын, бастың амандығын, ризығын есбердің молдығын берсін Алла Тағалам. Өсе берсін дәулетің, тасы берсін дәулетің, қашында Алла қолдасын. Шаңырағыңа бақ қонып, басыңа бақыт қорнасын. Осы ұл қыздарының рахатын, қызығын, қызметін көріңдер. Әкеңнің, анаңның жолын берсін, біздің жолымызды берсін, бақытты, семья, берекелі, мерекелі отбасы болсын. Әмин, әмин. Мекер апа, ең бақытты ана, ең бақытты апа деп сол қатарға мен сізді қосар едім. Құдайға шүкір, Шөберен тойын тойлап жүрсе, Аллаға шүкір. Қарашы, мынандай келініңіз келді Раушандай. Артыңыздан естіп, немере, Шөбере. Раушан, келіні, енеңе бір сәлем. Сделай красиво. Сәлем, енеңе бір сәлем. Өйтші, ойбай. Ойбай. Өлетін жерін білетін келін ғой мынау. Әлі күнге дейін өліп бады. Сіз мына апамыздың үстіп, әтем боп, ухоженный боп жүргені осы кісілердің арқасы. Осы кісілер үстіп қарап бабын келтіріп отқан апатай. Ешқайда асықпаңыз апа. Ешқайда асықпаңыз. Асық кеткендердің бәрі қайтып келіп отқан жоқ апа. Білмейміз не болып отқан жақта. Осы білетін жақта жүре беріңіз. Сосын мына балаңыз бір жерге кетіп баратса, сізді шығарып салайын десе, сен шығарып салмай қой сал деңіз. Бұл кісіні шығарып сабатқандар қайт келмейді апа. Осы балаңыз шығарып салмасын, өзіңіз жүре беріңіз. Әдем болып. Жаным апатайым, жаным апатайым. Міне, Шөберен тойын естіп, бәршамызға тойлап жүріп нәсіп етсін ағайындар. Апамызға бір қошеметті ұрып қойсақ, жарасқа жолын берсін апамызды. Ал енді, құда шығар, құдадан шығар. Давай екі құда Сулифа ойнаймыз, кім ұтады сол бастайды. Махаббат. Құрметті қауым, бүгінгі жиналып отырғанымыз Нұрсұлтан құда баламның бір сөзі бар еді. Берлинді алғанша қайтпаймын деп. Молодец сөзінде тұрып жатыр. Мына үлкен елімізді, жерімізді қалдыратын азаматтар келіп жатыр дүниеге. Атамыз бір аунап жатқан шығар, берген атамыз. Сол дені сау болсын, жалғастырсын, не дейді орысша, не останавливайся, надо сигнутом. Бізге ер азаматтар керек, мынанша аталарымыз қалдырып кеткен жерді қорғайтын, той нелері жүргізетін, қандай жақсы, керемет. Апа, тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, бала шағаларыңыз, ұрпақтарыңыз, ерген атам артынан ерген ұрпақтар көбейе берсін.
халқымыз аман, аспанымыз ашық, жұртымыз тыныш болсын. Айтқаныңыз келсін, әдем. Обязательно. Аяулы, сен технично бір шетте қап кетіпсің ғой жаңа. Апаңа сәлем салмадың ғой сен. Өйтші. Жаста бұл бір-ақ рет салады. Жаңағы келін үлкеніне Раушан 2 рет салды бет, байқадыңыз ба? Бір-ақ рет салды да. Жоқ, ұяты бар екен. Ей, жаным. Ойбай, енесен асып кет, 3 болды. Өсе, кім аяулы? 3 сәлем салдың деп өзіңше ма, өзің енеңе сал. Өзің енеңе. Бұл сәлем салып жүргенге ойлама, бұл да үлкен апа бұлды. Ей, жаным. Ойбай, мынау да өлетін жерін білет, сүйіп өліп барадыр кәдімгі. Сіз күйеуіңіздің артынан бір ауыз өзіңізден айтыңыз, құдағи орныңыз бөлек сіздің. Ал құрметті қауым, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мына бүгінгі қасиетті Рамазан айының оразасы құтты болсын. Әр ұстаған жан оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Мына осы күнмен теңдес болып келіп отырған мына бүгін Құда баламыздың тойы, енді апаның тойы ғой, бұл апаның баласы. Нұрсұлтан апамыздың баласы. Құтты болсын тойларыңыз. Мына Аллаға шүкір шөбере сүйіп атырым деп атсы, сіздің жолыңызды бізге берсін. Ауырмаңыз, шапқылап үсіп, жүгіріп кеп жүре беріңіз. Осы әуелі Алла, екінші өзіңіздің денсаулығыңыздың арқасында келіп, осы бала шағаңыздың арқасында шапқылап жүре беріңіз. Нұрсұлтан айналайын келін, құтты болсын мына тойларың. Балаларың үлкен азамат болып өссін, елдің азаматы болсын, халықтың азаматы болсын, салиқалы, саналы, сонда өнегелі ұрпақтардан болсын. Сол бар жақсылықты тілеймін ғой енді. Мына бүгін керемет сондай бір қасиетті Рамазанның уақытында өткізіп жатсыңдар. Қабыл болсын ниеттерің. Аллаға шүкір осы күнге жеткізген Аллаға сансыз мадақтар мен мақтаулар болсын. Айтқаныңыз келсін құдағи. Бұл құдағи, мына кісінің үйіндегі. Бұл кісілер қыз алған бұл әулеттен. Ең кәдімгі сыйлап өліп қаламыз ше, бұл кісілерді ше. Қызымыз сояқта да. Бұл кісілердің қызын алғанбыз. Мына шапаннан ақ белгілі. Мына сәл арзандау, мына қымбаттау. Жаңа бірдей, цветі ғана бөлек, құдеке, бірдей. Енді сіз, қызыңыз осы жақта сізге қымбат болып көріне береді ол. Құдеке, орныңыз бар, енді әзілдейіз, басқа үстеп, құдалар ұстап, үстеп жүргенге не жетсін. Бір ауыз ақ тілек ниет өздеріңізде мархабат. Ал енді, құрметті тойшыл қауым. Апа, шөбереңіздің той құтты болсын, үлкен азамат болсын. Раушан құдағи, Серік құда, немерелеріңіздің той құтты болсын, үлкен азамат болсын. Осындай тойда, қуанышта бас қоса берейік. Сол, аман болыңыздар үлкен кісілер. Сіздердің жолдарыңыз бізге беріп, арттарыңыздан бізде еріп жүре берейік. Ал мына тойға жиналған тойшыл қауым, ең бірінші мына ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Алла тілеген тілектеріңізді, дұғаларыңызды қабыл етсін. Осындай жақсы күнде, жақсы айда той жасап атқан құдаларымның отбасына жақсы күндер, жақсы шуақты осындай той тілеймін. Қазақта айтады ғой, ұрпағыңмен мың жаса деп. Ұрпағыңмен мың жасау деген үлкен құдағи осы шығар деймін. Міне шөберемнің тойына келіп деп жатырмын деп жатсыз ғой. Алла осындай тойда жүріңіз, ұрпақтарыңыз баталы болсын. Төрде ұрпақтарыңызға батасын беріп, баталы ұрпақ арымас, батасыз құл жарымас дейді ғой. Баталарыңыз бен ұрпақтарыңызды көгертіп көктей беріңіздер. Келген келін өзі бақытты отбасының бақытын еселеуге келеді дейді ғой. Міне бақытты еселеу осы шығар деп ойлаймын. Бір Нұрсұлтаныңыз енді 2-5 Нұрсұлтан болып жатыр. Алла бере берсін, бергеннен танбасын, жолдары ақ болсын, балапандарыңыздың сара жол болсын, саналы ұрпақтан болсын. Жақсы күнде, жақсы айда алғашқы қуанышын тойлатып жатсыздар. Өмірі қуанышты болсын осындай. Үлкен батал ұрпақтан болсын. Барлықтарыңызға той тілеймін, дендеріңіз сау болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Бұл кісілер
қазақи колоритін жоғалтпаған, сондай қазақи мәдениетін сақтаған, салт дәстүрін сақтаған Нарынқұлдың албандары, иә. Еңліктей біздің ақ келінді тәрбиелеп, өсіріп берген ата-ана бұл кісілер. Осы кісілердің тәрбиесінен кейін еңлік айтпасаң да кеп өз сәлем салып өзіне үстіп айту керек па саған? Көп жаса, айналайын, бақытты бол, айналайын, көп жаса, айналайын, айналайын, ой-бай. Еңлік, бұяқта қап кетті ғой? Ой, қасында қайнағаң тұр. Балет па? Өлтіріп қойыпсыз да, молодец, мобилу. Мынаны ше, мынаны 120 мыңға шақырдық қой біз. Ой, пырмай. Осындай қыз тәрбиелеп берген сіздерге рахмет, Құдеке. Рахмет. Осы әулет сіздердің сол қыздарыңызбен өсіп өніп жатыр. Ана немерелеріңіз байқап жатқан шығарсыз, бәрі қасты болып келіп жатыр. Деп қарасаң, қастарынан танисың бұл әулетті бар ғой, апа ше. Бірдей қастары, қалың болып келетін. Ал, Секе, мархабат өзіңіз. Мақтаудың бәрі Аллаға болсын. Пайғамбарымызға Мұхаммедке алейхи сәлем болсын. Той құтты болсын. Баяғыда шілде ғана тойды өңшең әйелдер тойлай салатын еді. Тойға шақырса әңгіме қылатын ек, ойбай, еркектер де бара ма деп қалсақ, өзіміз де соң ішінде жүр екенбіз ғой. Бұрын айтатын ек та, айтсаң әбден соң ішінде болып қалады екенсің ғой, негізі тыныш жүру керек екен ғой. Енді той құтты болсын, жастар бақытты болсын. Оның үстіне Рамазан ғой енді. Бізде сол жаңағы деп қалдық та, Рамазан ғой енді. Бір жерден ауызашар, әуелі ауызашар. Той құтты болсын, жастар өсе берсін иншалла. Өніп өнсін. Енді Нұрсұлтанда Нұрсұлтан мақтап отырмыз ғой, Нұрсұлтан ештеңе жоқ негізі, келін ғой бұл жерде. Алла разы болсын. Келін туған бесе оны ешкім туғызамайсың ғой. Алла разы болсын. Осы біздің әулетті көбейтіп отқан. Алла берекетін берсін, өсіп өнісін болар иншалла. Енді жастар бақытты болсын, не дейміз? Тойдан тойға, жылдан жылға аман есен жете берейік иншалла. Бір-бірін сыйлаңдар, бір-бірлерін құрметтеңдер, бақытты болыңдар. Ана айтады ғой, ер кісінің артында мықты әйел тұрады деп. Сол ғой енді. Негізі сол елді өсіретін әйел кісілер ғой негізінде. Ана айтқан екен, үйлен деп. Сөйтсе, әлі кісі айтады, мен өзімнің басымды асырамай жүргенде, ол әйел асам қайтып асырайым десе, әйел асаң үйіңе береке келеді деген ғой. Негізі әйел үйдің берекесі ғой. Ата еркектер айта береді ол. Бір артында әйел ғой тұрған иншалла. Міне сол алтын мел ала беріңдерошым. Амин. Мына енді Серік ағамыз. Бірінші стол. Айтыңыз. Ауылда жүрген кезде бұл негізі бар ғой, бұл енесі тартқан негізі. Бұл енесі де жыл сайын туатын тұғын. Бұл Алматыға келіп қой тумай қалғанымыз. Ауылда жүрсек асып кетеді, бұл жеткізбей қалатын бек. Сол сияқты иншалла, ана айтады ғой, келін енен топырағын жарады дегенде, иншалла, балдарың көп болсын. Амин. Мына бірінші стол. Нұрсұлтанда тұрған ештеңе жоқ, келіннің арқасы ғой дейді. Сіздердің шапалақ ұратын вихтарыңыз келді өтінгі жерде. Қыздың артынан естеп барып тұрған кезде сол елде сол қызды мақтап атса қандай приятно, Сол үшін мені айтқызбай өздеріңіз ұра беріңіздер. Енесі не дейді екен о қыздың, көрейік. Енесі. Бір ауыз. Құрметті қонақтар, мен апалардың жолын берсін. Біз осы кісілердің өкшесін басып келе жатырмыз. Біздің өкшемізді Нұрсұлтан мен Аяу басып келе жатыр, Құда қаласа. Енді Нұрсұлтан Аяуға гүл сыйласын. Аяу сондай ұлды да қызды да сыйлап отқан Аллаға сансыз шүкір. Аяудың жолын еңлігіме берсін, Құда қаласа. Осы той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Бұл жерде Нұрсұлтан мен Аяудың ең жақын туысқандары келіп отыр. Тендерді ұтып алған кісілер бұлардың бәрі. Әр шаңырақта той болсын. Осы біздің тойдың бүкіл куәгері осы кісі, біздің әулетті семьяны білетін осы кісі. Енді осы балдардың Құда қаласа сүндет тойында басымызды қосуға нәсіп етсін. Тойға ұласын.
Әмин, айтқаныңыз келсін, ақ жеңешем. Енді мынау кішкене жақын тұрып, мынау құдаларды бейт басын қоса бері оңай емесе. Bir бас қосылғанда керемет сурет кез. Екеуің де келіп тұрып алыңдар. Bir сурет кет. О. Әне. Тұрып алайық. Жақсылап тұрып алайық. Қараймыз. Бері қараймыз. Хош ұйысаң қиды сенен, өзімді ұстадым әрі, ішімнен тіледім үнсіз, бітпесе екен деп әуен, иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік. Ал енді, бүгін той, бүгін қуаныш, апатай. Билеп, керемет тойдың сәл шырқын келтірейік. Мынау Раушан ханның подружкалары, көршілері, құдалар, келіңіздер. Осындай ақтілекті айтқан кезде бір тойды сәл аяқты серпілтіп ортаға биге шығайық. Бір-екі бидің басын қайырып барып жайғасатын болам. Келіңіздер, көршілер, құдалар, құдашалар, келіңіздер. Ал жібер. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүгін құдашалар, молодцы. Тамаша, тұр бойыңа сенің бейің жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің бейің жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Ай, молодцы, құда, конечно, солай ғой. Осылайға, осылай. Құда деген осындай болады ағайын. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім сағанай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім сағанай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. 1, 2, 3, 4, тамаша. Бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Кеттік ал, ай молодцы. Құдашалар, құдашалар, кет. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, Егіліп, бойыңа сенің құдашалар мен дейін билеп, жараса, құдашалар. кел Билет. қарындас, кел билейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Бүгін менің көңіл күйім тамаша. Ой, рахмет. Енді тойдың басы болған екен онша жүрмейді. Бірақ құдеке, әдемі, құдалар, молодцы. Құда деген осындай болу керек. Жайғасақ, төрге жайғасақ, дастархан төр. Мынау, Албан құда, Нарынқұлдан келген Албан құда. Мынау, атам мен апам тосқа шығады,
тойға келет деген екен, ана жиен немерелеріңіз арнайы сіздер үшін өлең жаздырыпты. Қандай бақыт, я? Бүгін мына Ерсұлтан мен Еңліктің қызы Әмина қызы керемет той шашуын жаздырып келген екен. Әмина атай, келе ғой жаным. Келе ғой бияқа. По полям синий трактор едет. Әні дайын болса, Әминаның әнін жіберейік. Ал, сахна төрінде Әмина Серік. Хей! Ай-хай! Ömrü söyle özünden, görünedi gözümden. Apsalana әжесім, әнтадың көкесін. Bağladың bağындай, әрқашанда керексің. Әсиезе тайым, еркері қараймын. Сендеші отада, бақыт деп санаймын. Әсиезе тайым, еркері қараймын. Сендеші отада, бақыт деп санаймын. Айналайын өзім бағадаразым, маңдайыңа сипасы әлемдегі даразым. Өзім ай еркемін, туаны ешетемін. Бақыттымын кем барда, айдай әзе көркемін. Әсиезе тайым, еркері қараймын. Сендеші отада, бақыт деп санаймын. Әсиезе тайым, еркері қараймын. Сендеші отада, бақыт деп санаймын. Ömrü söyle özünden, görünedi gözümden. Apsalana әжесім, әнтадың көкесін. Bağladың bağындай, әрқашанда керексің. Әсиезе тайым, еркері қараймын. Сендеші отада, бақыт деп санаймын. Әсиезе тайым, еркері қараймын. Сендеші отада, бақыт деп санаймын. Әмина қыз, молодец. Молодец, молодец. Ой. Рахмет. Шетке. Чайғасайық. Ой. Ал. Ал, ағайындар, дастарханды ашты, үлкен асты берді, әулеттің үлкендері сөйледі. Енді тойымызды бастайық енді, отырып жайғасып алайықшы өзіміз. Құдағи, отырып бәріміз жайғасып алайықшы. Бәріміз тұрып кетіп атырмыз да, жайғасайық. Тойымызды бастайық ағайындар. Ал, бастамас бұрмен той иелерін шақырайын. Бүгін баладай көңілімен данадай дастархан жазып, баршаларыңызды құрметті қонағы қыл шақырып атқан той иелері. Нұрсұлтан, аяу, келіңіздер той иелерін ортаға шақырайық. Официально тойымызды бастайық ағайындар. Енді мынау, Нұрсұлтан, аяу, Аллаға шүкір, сен өзің күніге тойдасың ғой? Қазақта той көп, аяу. Қазір сәл мертвый сезон бап, сәл тоқтап тұр ғой, емесем той көп қой. Сендерде қонақ болып, осы қонақтар құсап, тойға барып отырасыңдар ғой? Сендер. Сол кезде ана тойда тойдың иесін шақырайық дегенде бәр шапалақ ұрып жібереді ғой сол тойда деп ойлап тұрған шығарсыңдар іштеріңнен. Біз де шықтық қой солар құсап деп отқан шығарсыңдар. Что-то. Жоқ. Ұрмай-ақ қойыңыздар. Какой привет, такой ответ. Имамды құрттық, болды, өзіміздің той ары қарай. Имамға 20 мың беріп ем, тайды.
Мынау сендердікі болмайды. Имам кетті. Енді тойлайық. Тойдың иесі шақырған кезде аяу билеп шығу керек та. Екеуің билеп шықсаңдаршы, сол кезде өз еркімен ұрады халық шапалақты. Қайтып шығыңдаршы ана жерден, қайт. Мыналарға бір билейтін бірдеңе қойып берші, бөле. Ал бүгінгі той иелерін Нұрсұлтан, аяу, той иелерін қарсы алайықшы ағайындар. Мархабат! Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жоқымыз бір билейік, шаң шығарып ортаға. Шаршамай, аяқ қолың талса да, жоқымыз бір билейік, шаң шығарып ортаға. Міне шапалақ, міне қайын жұрдың қалай ұрып жатыр, міне біздің үлкендер. Қара міне, достар қалай ұрып жатыр, көршілер міне. Қарашы, көрдіңдер ма? Биің онша емес, соның өзіне ұрып жатыр. Осылай настроениемен жүру керек, осылай билеп жүру керек. Бұлар енді шын мәнісінде дайындалды бар ғой. Екі адамның басын шақырып, тамақ беру, шай берудің өзі оңай емес қазір. Бірақ өздеріңіздей асыл қонақтарды шақырып, той жасап, біраз бұл дайындалып жатыр. Бұлар ат басында алтын тікпесе де, не деген сыйлықтар әкелген мына жерде. Мынау ойбай, түрің жақсы, көзің жақсы, өзің жақсы демейміз. Бүгінгі бұлар ниетпен алды. Білесіздер ғой, сондай имани әулеттің балдары, қыздары болған екен. Мынау ешкімге дүние болмайды. Мынау керемет андай не ғой, термос. Ешкімге дүние болмайды. Бірақ бұның ниеті біздің тойда келіп, билеп, настроениемен осы сыйлықты алған адам той жасасыншы оларды деген ниетпен алды. Ниетінің өзі қымбат болып тұр. Мен оны ойбай мә деп бере салмаймын. Мысалы, мынау кімге керек, ортаға билеп келсінші, соған берем. Кімге? Билеп кел ортаға. Билеп. Настроениемен билеп. Ай-хай! Әне! Шап! Жаным, рахмет. Наурыз болып атсың ғой сен. Тағы сәл билетсем қыдырата келейін деп тұрартын. Құдаша ғой, құдаша, Үй жаным, міне, мынау сізге. Осылай настроениемен жүргендерге осылай берем. Молодец, құдаша, молодец. Ой, бұрмай, мынан қарашы. Бүгінгі тойдан мынаны апарып, кухняға қойып қойсаң, ой, бір керемет, приятно естелік қой, екі соңғы үлгідегі тарелка. Кімге? Наурыз, сен келдің ғой? Үлкендерге берейік. Билеп келгендерге. Кімге береміз наны? Мамасын подружкалары. Кімге? Келіңіз. Міне. Қонақ деген осындай болады. Ай-хай! Опа! Рахмет. Міне осылай болу керек тойға келген адам. Мынау кімдікі? Енді менікі. Әрине, сіздікі. Еге болыңыз, әр жерге тастап кетпе. Аяқта жатыр екен сіздікі. Осылай жүрсеңіздерші, әдем болып. Үстіп жүрген адамдардікі болып тойды. Ой, пармай. Мынаны қараңыздар. 10 қонақты атқаратын стакан десең, Мынау кімдікі ағайын? Кімдікі? Ойбай, не абит бас? Мынау керегіміз? Мынау кімдікі? Бұны анықтаймыз. Нұрсұлтан, бұл... Қой, кім? Отыр. Менікі деп тұрып келгендерге бере беретін лох емеспін мен. Бұны, Нұрсұлтан, сендер үшін бүгін от души, шын қуаныштан шапалақты ерекше ұратын қонақтық ол. Ол? Анау әшкедегі қыз кеш, билеп кеш сен.
Билеп кеш ортаға. Жоқ деме жаным, Билеп! Ай-хай! Ейді! жүрегім Hoppa! жоқ болып Ай-хай! жаныңа бара беремін. Ай-хай! Жоқ деме жаным, сені Рахмет, рахмет. Ойбай, имам кетіп, дұрыс болып қалдық қой, сәл билеп, әйтеуір бір-бірімізге қарай. Ерекше шапалақ ұрғанға дедім. Қарап тұрсам, кәдімгідей жарқыратып жатыр екенсіз ана бұрышта, ше. Қасыңызда саттар орнынан тұрып ұрып еді, датабоз саттардың орнынан тұрып ұрғаны көрінбей қалды сіздің шапалағыңыз қасында. Мына той иелерінің атынан сізге. Құтты болсын, жұғысты болсын. Так. Келесі сыйлықты. Біздің әнші қонақтарға. Бірге тойлап, бірге өткізген, жалындаған жас шағын. Анан өшіре сызсаңызшы, жағаласың. Талай қызық күнді өткізген, қайдасыңдар? Достар! Ай! Молодец! Ес! Эй! Қайталаймыз. Достар, дост! Бір. Ес. Чам. Сіз келіңізші. Мен негізі бар ғой, Жетсайскиймін, Чимкентскиймін, бірақ менде вариант жоқ ондай. Билеп келіңізші ортаға. Ай! Опа! Әне! Ай! Мына биге мен келмеймін, саттар! Көмек керек! Саттар көмек керек, қатты билейді екен. Саттар, жібер аттың басын. Саттар, сен выйықтың екен мына бие. Ай! Опа! Ауылға бір күн барармын, досымның көңілін табармын. Ой, рахмет, Саттар жан айналайын. Арнайы Ташкенттен алдырдық. Мықты бишілерге соперник қылып тұруға. Бергеңізші, мен сіздің ән айтқаныңызға риза болдым. Қайсысын аласыз? Мынау сізге тойларым атам. Миллионым, миллиардым алдым, миллиардым қымбатым мен. Енді мынау ақыр сыйлықтың мәселесін шешіп жатырмыз ғой. Осы бүгінгі залда біздің батыр қыздар, батыр аналар бар ма? За рулем машинемен жүретін. За рулем машина айдап жүретін. Орнынан тұрсыншы. Орнынан тұрсын. Аха. Орнынан тұрсын. Орнынан тұрамыз. Мен жақсылап қарап алайын. Нұрсұлтан, вот осыларға сыйлық жоқ. Жаман жының келеді ше осыларға ше. Болмайтын поворотта тұрып алып, пробка создавать ет. Тойда жүрсе, танымай қаласың ше. Кім екен білмейтін осыларды. Сыйлық жоқ осыларға. Отырыңыздар. Мен көріп алайын дедім. Енді бірақ дегенмен, құрметті ағайындар, қадірлі меймандар, бүгін біз Айсұлтанның тойы болған екен, бүгінгі кеште автоматтық түрде ең қымбатты қадірлі қонақтарымыз Айсұлтанның нағашылары болады. Төрімізде отқан. Енді біз қазақпыз ғой, құданы сондай керемет сыйлайтын. Барша қазақта не көп, қонақ көп. Соның ішінде ең қатты жақсы көретін қонағымыз ол құда. Мүмкін болса менің бір өтінішім болмаса еркелігім деп қабылдарсыздар. Баршамыз орнымыздан тік тұрып, төрде отырған Айсұлтанның барша нағашыларын қарсы алайықшы. Биге икемі бар қыз жеңгелер алдынан билеп шығып, орнымыздан тік тұрып қарсы алайықшы. Тұрайықшы орнымыздан. Ең кештің қадірлі қонақтарын қарсы алайын деп тұрмыз. Мархабат, аттарыңызды атап түрленіп түстемеймін. Аяудың төркіні анасы бастаған барша Айсұлтан нағашылары. Ортаға сіздерде енді билеп қарлыға шапамыз бастаған. Біз орнымыздан тұрып қарсы алайық. Мархабат, келіңіздер, құдалар, құдашалар. Билеп,
билеп. Аналардың Құдеке, бірге билеп. туған бауырсың ағашы, жиендердің сүйенетін бауырсың сен ағашы. Сендер барда жүректерге бүктенбейді нағашы, сендер келіп жиендердің қуануын қарашы. Шын жүректен бақыт тілеп ақ тілекті арнадың, жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадың, жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадың. Жиендерді қолдаудан еш нағашылар талмадың, таусылмайтын сарқылмайтын мейіріміңді арнадың, таусылмайтын сарқылмайтын мейірімдісің нағашы. Рахмет, рахмет. Жан, қазір тосттан кейін жалғастыратын боламыз. Апатай, қалайсыз? Қош келдіңіздер. Мен мына бір сыйлықты алып шықтым. Мынау керемет сыйлық. Мынау ер азаматтарға таптырмайтын сыйлық. Бұл сыйлықты осы кешіміздің бір кім көршілер қаншадан жинап атсыңдар? Бір адамға тапсырыңдар да, қалғандарыңыз отырсаңыздаршы, құдалар шықты ғой. Мына сыйлықты ше, құдағи, апа, мен бір Секеңнің қадірлі қонағы мына кісіге берейін деп тұрмын. Мына сыйлық сізге, ағажан. Не үшін екен түсінбей отқан шығарсыз. Елдің бәрі аяғынан тік тұрып, шапала құрып, құда күтіп атқан кезде атмосфераны да қанса сезінбей отырып бергеніңіз үшін. Айналада не болып жатыр деп сезінбегеніңіз үшін. Духыңыздың мықтылығы үшін мынау сізге. Чисто мужской сыйлық мынау. Құтты болсын, Құдеке. Апатай, қалайсыз? Жақында барып, шаңырағыңызға барып, бір бет ашып кеттім ғой мен. Ол келін бар ма осы жерде? Қайсы келін бет? Ой, мына кісінің бетін аштың ба? Ой, жан, бақытты болыңыз. Өзіңізде қап-қара болып трауырға киініп келгенде келіпсіз. Жас келін да. Жас келін да. Құдай қаласа, апа, мен бет ашқан екен, менікі гарантия. Менікі гарантия. Құдай қаласа, көп балалы ана болады, Алла қаласа. Күйеуімен да қанса. Бұл 99-ға кеп қайтыс болады. Күйеуі 100-ге кеп. Күйеуі бір жыл әйеліне ми ашмай, нормальный өмір сүріп барып қайтыс болады. Гарантия мен Апатай. Мынау бүгін кешімізде ең қадірлі қонағы сіздер. Айсұлтандай палуанның артынан келіп отқан, нағашы болып келіп отқан ақ тілекті өзіңіз бастаңыз. Ағайындар, ең қадірлі қонақтарым сөйлейін деп тұр. Өзара әңгімелесіп, әбу-мәбу деп миды ашытпаңыздар, ят болады. Мархабат, Апатай. Ал енді құрметті қалайық. Бүгін мына оразамыз, қасиетті ораза айында мына құтты болсын, бекіткен ауыздарың. Енді осы мына қасиетті ораза айында мына біздің баламыздың, кішкентай баламыздың 40-нан шығып, осындай шілдеқанасы той болып жатқан, ол да енді ерекше нәрсе, қасиетті ораза айында. Аллаға шүкір, енді мына үлкендер аман болсын. Бірінші апаларымыз, ең үлкен апаларымыз аман болсын, берекеміз, апалары аман болсын, мына аталары, серік құдамыз аман болсын, барлық құдаларымыз аман болсын, балалар. Олардың енді мына балалар аман болсын, Нұрсұлтанымыз аман болсын, кішкентайына немерелер барлығы. Әйтеуір осы қызықтарын көріп, жақсылықтарын көріп, аман есен осылай чапқылап жүре берейік. Барлықтарыңызға нәсіп болсын. Кішкентай немерелер, шөберелер, барлықтарыңыздың жастарыңыз ұзақ болып, осындай той тойлап жүре берейік, аман есен. Сізде, апа, осы команданы үстіп, бастап алдында жүріп, үстіп. Немере, шөбере, шөпшек. Ана көрдіңіз ба? Шөберенің тойын тойлап жүр. Сіздерде Құдай қаласа сөйтіп, Алла тойлап ұзағынан жүретін нәсіп етсін. Әке көрген оқ жонар дейді, шеше көрген томпышар дейді. Осы жерде әулетіңіздің, өзіңіздің кейін үлкені жомарт шығар. Жомарттың бір ауыз ақ тілек. Жүгірейіп ба, байқатпа, арт қырып, зікет теуіп өткітсің. Білдіріп қойсаң, әке шеше сотқа береді бұның. Жаке, өзіңіз, мархабат. Ассаламу алейкум. Мен егерде рұқсат болса, мен әпкеме берейін.
құрметті қонақтар, баршаларыңызға үлкен сәлем. Бүгінгі Рамазан айымыз құтты болсын. Барлықтарыңыздың ұстап атқан оразаларыңыз, дуа, тілек, ниеттеріңіз қабыл бола берсін иншалла. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға бақыт, аманшылық, шаттық, жақсылық тілеймін. Дендеріңіз сау болып, ортадағы үлкен әжелеріміз, апаларымыз, аналарымыз аман бола берсін. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Бүгінгі Мако Нұрсұлтан күйеу баламыз, біздің тойларыңыз құтты болсын. Құдай бұйырса сүндет той, ұзату той, үйлену той, сол үлкен тойларға Құдай бұйырса аман есен жете берейік. Аналарымыз төрде отырып, солардың қуанышына көздер тоймай, сол бөлісіп, ортамызда ойнап күліп жүре берсін. Жастар ұзақ болсын. Шөбере сүйіп атыр екенсіз, апа. Шөберелеріңіздің алақанынан май жалап атыр екенсіз. Менің анама да жұғысты болсын. Құдай бұйырса, сөйт шөберенің алақанынан май жалау. Ендігі Мако біздің жиеніміздің Айсұлтанның 40-шы тойы құтты болсын. Жас ұзақ болсын, үлкенді, ақылды, саналы ер азамат болып өсе берсін. Түн Мұхаммед екеуіңді көкке көтеріп, алақандарына ұстап, аялап өтсін. Болашақта Құдай бұйырса, қыздарың бәрі әдем болып өсіп келе жатыр, балашағын бәрі тәрбиелі тәріпті болып, солардың қуаныштарына тоймай, ойнап күліп ортасында жүре беріңдер. Біз де бәріміз сөйтіп ойнап күліп қуаныштарында ортақтасып жүре берейік осылай. Тойдан тойға уласа берсін. Барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызға осындай үлкен тойлар бола берсін әрқашанда. Бір шапалақ. Рахмет сізге, көп сіздей керемет тамада әлі көрмеппіз, сөзің шыны керек. Өте керемет, ырза болып жатырмыз негізсіз. Сіз бет аша, айта алмайым сіздің жүргізген тойларыңызға негізі. Отыра бергім келеді ғой. Прикол ұстап күліп отыра бергім келеді. Тоймайсыз, сөздеріңізге тоймаймыз, шыны керек. Керемет, Алла разы болсын сізге. Өз бизнесіңіз жүре берсін. Ойбай. Өнеріңіз өрге өсе берсін, биіктен көріне беріңіз, әрқашанда өстіп, өз қонақтарыңызды, барлық қонақтарыңызды тойларда қуантып жүре беріңіз. Өзіңіздің әдемі, әсем приколдарыңызбен. Давайте. Негізі жомарттан нем бар еді деймді, осы кісіге беру керек. Мені мақтап атыр ғой, апа. Мені бір адам мақтаған жоқ қали. Мынау сізге, мен семьямның атынан. Мені мақтаған үшін. Жәке, мархабат. Ал құрметті қонақтар, келгендер қадамдарыңызға мың жаусын. Осындай тойлар көп болсын. Мен кішіге айта сайын. Ал Нұрсұлтан, Нұрик, Айко, осы алғашқы жасап атқан тойларын құтты болсын, тойға қуасын, аман болыңдар, бақытты болыңдар, әрқашан алға, период, ең алдымен ата-аналар аман болсын. Сол қалғандарыңызға денсаулық, бақ-байлық, емандылық берсін. Айтқаныңыз келсін. Сөйлейтін сияқтысыз ше. Күйеуіңізге қосылам дейсіз ба? Қойыңдар, әйелдер. Осы әйелдер істеді апа. Тойға келеді да, күйеуіме қосылам деп пантабат етіп ше. Үйде өмір қосылмайды. Жәкең бірден айтсына өзінікін айтып шығады. Тойға келеді де, мен қосылам. Қоспаймыз біз, айтыңыз. Орныңыз бөлек сіздің бүгін, мархабат. Құрметті қауым, тойға келген қонақтар, барлықтарыңызды бүгінгі бір үлкен мереке сияқты болып тұр ғой. Барлығымызға мереке. Нұрсұлтан мен аяулымның алғашқы тойлары құтты болсын. Енді жақсы үлкен тойларда кездесе берейік, сүндет тойда кездесейік, бұйырса Алла қаласа. Айсұлтан мен Дін Мұхаммедтің сүндет тойында кездесе берейік. Жақсылықтарың көп болсын, осындай дастархандарда жинала берейік. Деніміз сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек жақсылық тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Апа қайсысына берейін. Артыңызда тұрған ше. Онда. Соңғы осы.
Кеш, именно сен кеш. Қыз үйлес дейді. Бір ауыз, мархабат. Мейлі, уже дайын тұрмын бар ғой. Сөйлемей қойшы. Жакова, сен сөйлесіш. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Ораза қабыл болсын, дұға тілек қабыл болсын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Осы мерейтойға келіп, бас қосып, қуанышты күнде, қуанышты сәтті бірге өткізіп жатқандарыңызға. Үлкендеріміз аман болсын, ең бастысы. Үлкендеріміз бар болса, біздің қадіріміз бар. Осы жақты, осы ресторанға рахмет, сізге рахмет аға. Ал енді бастысы Айсұлтан батырымыздың тойы құтты болсын. Сол үлкен азамат болсын. Айдай жарқырасын, сұлтандай халықтың алды болсын. Амин. Фотограф. Суретке түсіріп атқан бала. Сенкіден нан талап. Біздікіден нан талап. Қазір ана қарап отқан тесігін бөтшін шараңыз. Сосын ана аңдып, снайпер құсып, жата бермей, тұрғызды тақ еткісі болды ғой. Келіншегі. Бір ауыз. Тойларыңыз құтты болсын, ораза қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Айсұлтанымыз үлкен азамат болып өсе берсін, дені сау болсын. Барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін. Нұрила, енеңе. Бір сәлем. Өтші, көпшісі. Апа, арасында онша-мұнша иілмей салмай жүрген келіндер осы айтыңыздар маған. Мен соған профессионалымын, же? Дықалқысынан ұрсам да салдырам аналар бірдеген. Та, мен естіп қалдым. Сіздер кіндік әке-шешелер деді ма? Кіндік ата-аналар ма сіздер? Ойбай, өкіл әке, өкілші. Сіздердің орындарыңыз бөлек енді. Бір ауыз мархабат. Ассалаумағалейкум, барша жиналған қауым. Осылай біз жиналып отырған себебіміз осылай Аяулы мен Нұрсұлтанның Айсұлтандай ұлдары қарқыннан шығарып отыр екен, шілдехана той дейді. Енді бізді өкіл әке, өкіл шеше дейді, енді кіндік шеше ғой. Кіндік әке, кіндік шеше қылып отыр екен. Сол үшін енді не дейміз? Осылай шақырып жиналғандарыңызға үлкен рахмет. Біріншіден шақырғандарыңа рахмет. Осылай сендердің бірінші тойларың дейді. Осы бірінші тойдан жинала берейік. Қалған тойларға да тағы енді көп сөйлемейік, көп сөз болды. Негізі бізді өкіл әке, өкіл шеше қылды. Сол үшін біздің кішкене бір дайындап қойған сыйлықтарымыз бар еді. Құрметті жиналған қауым, құрметті құда-құдағи, үлкен құдағи, Нұрсұлтан, Аяу, мынау тойларыңыз құтты болсын. Шынымен айлардың сұлтаны Рамазан айымен тіке келген Айсұлтанның шілдехана тойы, сондықтан мейрам еселеніп жатыр. Құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, алар биіктері көп болсын. Құдай қаласа сіздер мақтанып жүретін ер азамат болсын. Негізі текті жердің баласы ту көтереді, тексіз жердің баласы шу көтереді дейді. Сондықтан Құдай қаласа балаларыңыз текті жерден болсын. Сол тектілікке жетелейтін сіздер аман болыңыздар. Тек қана жақсылыққа тойда кездесейік. Рахмет. Так, мынау негізі қазақта ше, өкіл әке шеше, кіндік әке шеше деген бекерден бекер сайламайды. Екеуің жағдайларын тіпай-тіпай байысындар ау деймін соған қарады. Сондаймыз ғой, мен өзім сондаймын. Балаларымды әйтеуір, ана өкіл әке шеше, ана жағдай жақсылар ше. Соларды сайлап қоясын, ертең әйтеуір поддержка беріп тұрады деп ше. Не әкелдіңдер деп ше. Так, коляска әкепті. Е? Айтасыз ба? Бір ауыз, жоқ, айтып бере салыңыздар болды. Негізі нағашылардың атынан үлкен сый бар, оны үлкен абысының салтанат айтады. Біздің атымыздан кішігірім тұлпары, Айсұлтанның коляскасы и үстінен мынау киімі. Сол тұлпарына мақтанып киініп. Құттықтық ана жерге қоясаңыз кейін жайғастырады. Ал енді біздің Айсұлтанның нағашылары да үрдістен кетер емес, керемет ата жолымен керемет дайындалып келген. Микрофонды сізге берейін. Құрметті құда-құдағи, енді біз жалпы негізгі сыйлығымызды конвертке салып әкелдік.
оны той иелеріне сатамыз. Ал сонымен қатар жақсылық шығарып жіберші. Бірінші Айсұлтаннан, нағашыларының атынан қалжа сарықты бір корзина дайындадық. Бұл қалжа сарықты құдағи келген қонақтарға мына корзинаны таратып берерсіз, осы жердегі отырған қонақтарға. Қалжа сарықты деп. Екінші мынау нағашыларынан Айсұлтанға сыйлық, аяулым өздеріңе. Үшінші корзинаны біз әкелдік. Айсұлтанның ата-апасына сіздерге бұл. Сіздерге сыйлық, өздеріңіз аларсыздар. Сонымен қатар, Майрапи көрпедесі. Coca-Cola, Pepsi, reklamасы дерске, ішім алда биліп, жарқын жаққа келсе. Coca-Cola, Pepsi, reklamасы. Сонымен қатар, мынаяқта Айсұлтанның көрпе төсегі, сонымен қатар бір сыпыра киімдері мына жерге әкелген. Және әрқайсымыз өзіміздің конвертімізді қазір тапсырамыз. Өздеріңіздің керектілеріңізді алып аласыздар деп артық зат алмадық. Музыка даусы ашылды. Иә, Мако, саған кішігірім сыйлығым. Табыс етуге рұқсат етсеңіз. Әрине. Коробкадан шыққандарды жақсы көрем. Бриллиант, көз түскен алтын. Құтты болсын. Қайын жұртты өлтірген екесің, бірақ сен, Нұрсұлтан? Қайын жұрттың бүкіл тойдың расходын жауып тастай салды ғой шығып. Екеуің кеңдерші, екеуің. Нұрсұлтан, ке. Мынандай қайын жұртта күшік күйі болып кетсең де жарасады ғой, айнау. Суретке түсіп алдаршы, жақсы. Суретке түсіп. Рахмет. Енді мынау, құдағилар, құдашалар, құдалар, апатай. Мынау біз ақылдастық өткенде. Менің қайын жұртым келеді деді. Бізде оқытуға бір сый-сияпат жасағымыз келді, қолдан келгенше. Сосын Нұрсұлтанның айтқаны мықты билет дейді. Менің қайын жұртым мықты билейді деді. Сөйтіп біз мықты билете алатын адам іздедік. Апатай, таптық. Сіздердің құрметтеріңізге арнайы шақырып отырмыз. Сіздерді құттықтап билетуге театр және кино актері, актер, әнші Саттар Ерубаев кеп тұр, апа. Бұл кісілер кешіміздің ең қадірлі қонақтары. Біз шашпауын көтеріп, подружкалар, көршілер, апалар, достар, баршамыз шығып, би алаңнан табылайық сахна төрінде. Саттар Ерубаев. Поехали! Дискотека по-жетсайски. Ай, бәрекелді, ассалаумалейкум. Нұрсұлтандан той құтты болсын. Кәнеге құдалар, барша қонақтар, нағашылар, ағайындар, бауырлар. Хей! Кәні, ортаға бәріміз достар. Ағайындар қайда, апалар қайда? Өзіңсің жаным, өзгеден артық көрерім. Өмірдің мәнін өзіңнен ғана көремін. Bir жүрсек шіркін деп едім мынау жалғанда, қиялым көкке қонғанда, қалдырғаның бар мада. Қиылған сенің жанарың, қинады мені қарағым, арманым болған азабым, жанымның бақыт базары. Жүректің қимас өз әнін, айтшымды қайда табамын. Ай, бәрекелді, кәні ортаға. Кәні, жеңге шақырыңыз достарыңызды. Баршамыз ортаға биге. Не деген қиын, сезімге сен қос қараған, ғашықтың күйін шектіме мендей бір адам. Мәжнүн боп жүрмін өзіңнің салған өлеңнен, дидары күнде көргеннен, аяулым сенің дертіңнен. Қиылған сенің жанарың, қинады мені қарағым, арманым болған азабым, жанымның бақыт базары.
Қайда. Барша ағайындар ортаға биге. Ай Сұлтан тойы құтты болсын. Қиылған сенің жанарың, қинады мені қарағым, арманым болған азабым, жанымның бақыт базарым, жүректің қимас сөз әнін, айтшынды қайда табамын. Қиылған сенің жанарың, қинады мені қарағым, арманым болған азабым, жанымның бақыт базарым, жүректің қимас сөз әнін, айтшынды қайда табамын. Жүректің қимас сөз әнін, айтшынды қайда табамын. Ай жарайсыздар, кәнекей, құда-құдағилар, нағашылар той құтты болсын. Ал Нұрсұлтанжан той құтты болсын, жүп қылайық кәнекей, тағы да құдашалардың құрметіне. Хей! Восточный танец, кеттік ал. Хей! Қайда құдашалар кәнеге майыс билейміз. Эй! Buldum sengen canım divane, vaslinga mecnun habib pardona, başımni aynaldırgan durdona, başımni aynaldırgan durdona. Gördüm seni şanım kinoda, kiyingenin jarasıp durmoda, karadım kino mesagan gana, basımdı aynaldırgan otoba. Hey! Şap! Şakırsam dip kayda, kaldım türlü oyda, sılasayık kinodan son aparayın şayga. Gördüm senin şanım kinoda, kiyingenin jarasıp durmoda, karadım kino mesagan gana, basımdı aynaldırgan otoba. Hey! Кәне, құдашылар қайда? Майыс, кәнекей. Әді? Хап! Өйді? Не деген би? Не деген көңіл күй? Жанымда сен жайна, бағымда сен сайра, бұл бақытты кездерді жалғайықшы тойға. Buldum sengen canım divana, vaslinga mecnun habib pardona, başımni aynaldırgan durdona, başımni aynaldırgan durdona. Gördüm seni şanım kinoda, kiyingenin jarasıp durmoda, karadım kino mesagan gana, basımdı aynaldırgan otoba. Ай, бәрекелді. Оразаларыңыз қабыл болсын. Нұрсұлтанжан, келін айналайын.
Балапандарыңыздың бауы берік болсын. Барша ағайындарға ассалаумағалейкум, құдаларға. Енді анадан асқан ешкім жоқ қой. Әуелі Алла осы дүниеге алып келген барша аналардың алдында бас иеміз. Бір шапалақтап қошеметтеп қояқшы аналардың құрметіне. Енді осында Нұрсұлтанның келіннің атынан осындағы барша аналарға бір ән айтпасақ жараспас. Сондықтан бәріңіз білетін ән, мына Рамазан айында ұстаған оразаң қабыл болсын. Келін айналайын, Нұрсұлтан балаларың көп болсын. Тәте сізге жетіп алам деп жетіп алды. Енді менен озып кететін сияқты бұл жігіт. 5 бала таппай белді қатын атанбайсың дейді. Қазақтың сөзі бар ғой, солай айтқандай. 5 болсын, 6, 7, 8 болсын. Апа, ойым жанымен, апам келе жатыр ғой. Сонау Кентаудан қол соғып қойыңыздар міне. Біздің апамыз, әжеміз. Тойыңыз құтты болсын, апа. Сіздер сыртқа шығып кетті ма? Деп бір ана туралы ән айтып берейін тұрмын. Сенің анаң алтын, менің анам алтын деп. Осындай алтын құрсақты аналарымыз аман болсын, жапырақтың жасылы, адамзаттың асылы, осы дүниеге алып келген өмірдің бастауы болған. Мынау басындағы ақ орамал секілді пейіліміз ақ, көңіліміз ақ болсын. Ананың қадірі, әкенің қадірі әрқашанда биік болсын. Осындай шүкір деп осы кісілердің барына. Апа, Нұрсұлтан апам маңдайынан бір сүйіп қойса кеп. Музыка даусы ашылды. Ана апам да маңдайынан сүйе бер, іштеңе жоқ. Жұмақ. Қазір мен тоқтыр, мен өлең айтам сөзге сен әдеміле осы екі апан. Жай апарасың ғой енді. Кеттік ал. Апамдардың құрметіне сенің анаң алтын. Шапалақ аналарға. Айналдым ана деген асқағаттан, ұлыңмын атқа мініп көкпар шапқан. Бүгінгі бұл мереке сіздердікі, мейрамың құтты болсын болып жатқан. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым аман болып жалбыр. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аналарды құттықтап қол соңдар бәрін. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым аман болып жалбыр. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аналарды құттықтап қол соңдар бәрін. Барша аналар аман болсын. Біз түгіл пайғамбарда ұланадан, қыз мүсін аруана қынамадан, сағасы тіршіліктің адамата, жар болған ан есімді бір ағада. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым аман болып жалбыр. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аналарды құттықтап қол соңдар бәрін. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым аман болып жалбыр. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аналарды құттықтап қол соңдар бәрін. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым аман болып жалбыр. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аналарды құттықтап қол соңдар бәрін. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым аман болып жалбыр. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аналарды құттықтап қол соңдар бәрін. Барша аналарға қошемет. Аналар аман болыңыздар.
Саңғылдардың тойы құтты болсын. Нұрикжан, тойың көп болсын. Келін, Құдай қаласа үйге келгенде мына Нұрикжан тек қана осы балаларым, келіншегім деп сағынып, үйдің берекесін келтіріп отырған әйелдер ғой. Сондықтан біз ары жүреміз, ары қырасамыз, тауасамыз. Әйтеуір сол кезде үйге келгенде үйдің ішін берекеге толтырып отыратын осындай балаларымыздың қараушысы болатын, балаларға ие болып отыратын әйел азаматтары. Сіздер аман болыңыздар. Ер түзде жүреді, түнде жүреді, күнде жүреді. Мен өзіміз кеше мысалы үшін 3 ай қатарынан гастрольден келдім. Нұрикжан арасында енді менімен бірге кетіп қалады келін. Оның бәрін жақсы түсінікпен қарайды деп ойлаймын. Сондықтан әр сағынған сайын бір бала келіп жатыр ғой, Құдайға шүкір. Әр сағынған сайын бір бала келіп жатыр. Ол сағынып көріскен жақсы ғой негізі. Үйде еркек үйде жата берсе де ағыры шығып кетеді ғой кейде. Сондықтан Нұрсұлтанның тойы көп болсын, осылай жасайтын тойы көп болсын, ауылда, Кентауда қой көп болсын. Апа, ауылға сәлем, Кентауға ағайындардың бәріне жалынды сәлем, менің нағашыларыма. Мына тойды басқарып жатқан Мұханның өнердегі ағасы, бір қол соғып қойыңыздар. Мұхан Омаров, Азулы Асаба. Біздің Жетісайдың азаматы, жалпы Қоңыраттың ойбай, сразу подарок ма не? Күшті масу қомай тұрған, аузымызды ашып, басымызды, теріміз енді шығып күшті болып жатырмыз. Мұханжан келіп жатыр мінекей. Мақсат деген бауырымыз мінекей, өзіміздің славянның жігіті. Қол соғып қойыңыздар, гармонда. Ерғали келіп отыр міне, өзі Асаба, Асулы Асаба, мықты азаматтар. Мына жақта Нұржан деген біздің құда, қол соғып қойыңыздар, музыканы басқарып отыр. Сондықтан Нұрсұлтанның бүгінгі тойы, ауыз ашары, біріктіріп айтса бірлігі жөн, құрастырып айтса құндылығы жөн деп, бір жағы мына ауыз аштырып жатыр, бір жағы кішкентайдың жаңағы бесік той болып жатыр екен. Құтты болсын барша қуаныштарыңыз, оразаларыңыз тағы да қабыл болсын. Рахмет. Жаңа құдаларымыз молодцы. Әте керемет ақ тілегін айтып, сый-сияпатын беріп, және де дайындалып келген екенше. Осында Айзере деген қызымыз, Айзере ма? Келе ғой, Айзере. Жазира, жасыл гүлі өрнек келген туған жерге дариға, жер жетпеген саржайлауым кең өрген, әндейлей берсең деп келем, аңсап келем сағынып, шөлдеп келем саржайлауым, саулы бұлақ балдай дәрім сақынсама баурайларың саялаған беу туған жер, сағындырған саржайлауым, саулы бұлақ балдай дәрім сақынсама баурайларың саялаған беу туған жер, сағындырған саржайлауым. Ата қоныш асыл мекен ұланыңмын мен сенің, қасыңды өтсем саржайлауым басқаның, жер ойығы не қылайын, жер ойығы өзінің, қасыңды өтсем саржайлауым, саумы бұлақ балдай дәрім сақынсама баурайларың саялаған беу туған жер, сағындырған саржайлауым, саумы бұлақ балдай дәрім сақынсама баурайларың саялаған беу туған жер, сағындырған саржайлауым.
бұлақ балдайдарың салқын сама баурайларың саялаған бер туған жер сағындырған саржайлауым сағындырған саржайлауым. Ей жаным Айзере, керемет, қандай керемет. Қазақтың иісі аңқып тұрған саржайлауда еді. Ей жаным Айзере, мен сен жезден емеспін да, Нұрсұлтан жезден болғандағы бірдеңе беретінем ше? Жезден емеспін да мен сен? Ол миы бар, жезде бар дейсің ба бұл жалғанда қазір? Естіп тұра береді. Ойбай, ой пұрмай, 10 мың. Нұрсұлтан жездеңнен 10 мың, молодец. Айзереге бір шапалақ ұрып қойыңызшы. Молодец Айзере. Міне қараш, қандай керемет. Үйінен кәдім костюмін киіп дайындалып келген ғой саржайлауға. Мен жаңа Наурыз деп бекер айтпаппын ше. Саржайлау кәдім Наурызға дайындалып жүрген қыз екен. Әні де, өзі костюмы да. Ал енді бір ақ тілекте берейін да, сосын антраққа көшіп, кішкене аяқ жазып, бой жазып, сосын барып қайтып жалғастыратын боламыз. Өйткені осы жерде нағашы жұрттан келіп отқан біздің құрметті қонақтарымыз бар. Туысқандар бар. Нағашы жұрттан келіп отқан Жанар ханым, Ұлбосын апа, өздеріңіз аса құрметпен. Туысқандар Салтанат Ержан, Мираш, Динара, Айдос, Ерсұлтан, Еңлік, Сәулет, Жасұлан, Қуаныш, Толқын, туысқандар, нағашылар, сіздердің бір ауыз ақ тілектеріңізді алып, жарты сағат антраққа кетіп, қалған кейін жалғастырған жөн көрдік. Мархабат, келіңіздер ортаға. Аты аталған біздің туысқан нағашылар, келіңіздер. Жаным деп күндарам, күнде сағының барам, сенен хабарың жоқ қой, салам әнге салам, мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам, сүйдім сені күндарам. Нағашылар! Жаным деп күндарам, күнде сағының барам, сенен хабарың жоқ қой, салам әнге салам, мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам, сүйдім сені күндарам. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым, күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын. Рахмет. Бете қастарына қарап, нағашы қайсы екен біле беруге болады. Туысқан қайсы, нағашы қайсы. Сіздер енді явно туысқансыздар, көрініп тұр әпкелер. Нағашылар, өздеріңізден бастайық, сосын туысқандардан қоштаймыз. Мархабат. Ал құрметті қауым, ең бірінші мына оразамыз қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Екінші себебіміз мына сіңлім мен күйеу балам Серіктің немересінің 40-нан шығып жатқаны, бесік той екен. Ең бірінші мына еңбек бала туған тапқан Нұрсұлтан мен Айұлым болса да, бірақ біз үлкендерден бастаймыз құттықтау. Мына апалар, ең жоғарыда отырған апалар құтты болсын, сосын немере шөбелеріңіз көбейерсін. Енді сіз немене көруіңіз нәсіп етсін Алла. Сол енді Айсұлтанның денсаулығы мықты болсын, дені сау болсын, сәттілігі мен денсаулығы серік болсын деймін, ғұмырлы болсын, елдің елеулі, халқының қалаулы болсын, жұмысында берекелі болып, ұжымында не болсын, беделді болсын. Осы тойларыңыз тойға ұласа берсін. Осы ораза айында айтқан дұғалар, тілектер қабыл болады деді ғой. Мына айтылып жатқан, айтылайын деп жатқан дұға тілектердің барлығы қабыл болсын. Сол тойға ұласа берсін. Раушан Серік, мына бүгінгі қуанышты тойларың құтты болсын. Мына үлкен бүгінгі Айсұлтан жігітіміз үлкен азамат болып, үлкен бектерден көріне берсін. Дені сау, ғұмыры ұзақ, бай бақуатты, белсенді, иманды, саналы жігіт болып өсе берсін. Нұрсұлтан, молодец, жарайсың. Алға тек қана аяу саған рахмет. Раушан Серік, бізге балдарымыз көбейе берсін. Немере көрейік, шөбере көрейік, соған жете берейік. Бәріңізге осы той жақсы болсын. Көргендеріңіз тек қана жақсылық болсын. Кетіна Ерсұлтан мен елікке жұқсты болсыншы.
Ал Нұрсұлтан аяулы мына тойларың құтты болсын. Құдай қаласа мына кішкентай бауы берік болсын. Үлкен азамат болып өсе берсін. Осы жерде қонақтардың барлықтарыңызда мына ораза қабыл болсын. Әрқашан осындай жақсылықта тойларда кездесе берейік. Құрметті тойшыл қауым, Жеңше аға, бүгінгі тойларымыз құтты болсын, жастарымыз бақытты болсын. Нони бауырым, Айока, кішкентайдың бауы берік болсын, әрқашанда биікке көтеріле беріңдер. Үлкен өнегелі отбасы болыңдар. Әрқашанда тойда ұласып, ойнап күліп жүре беріңдер. Үлкендеріміз аман болсын, анашым. Аман болыңыздар, Құда қаласа шөберенің артынан шөпшек сүйіп, тойдың ортасында өстіп гүл-гүл жайнап, би-билеп, ойнап күліп жүре беріңіздер. Не деймін, баршамызға той жоғысты болсын, жастарға жоғысты болсын, екі басты болып отқан жастарға үшеу болсын. Құда қаласа той баршамызға жоғысты болып, тойдан тойға жете берейік. Аман болыңыздар. Жездоға дейді ғой сен. Ал, ассаламалейкум баршаңызға. Нұрик аяу, ана, немереңіздің тойы құтты болсын. Алланың сүйікті ұлы болсын, Алла қаласа. Өзінің атасы сияқты елге қызмет ететін азамат болып өссін. Тоқтама Нұрик тек алға. Қасиетті Рамазан айы баршамызға қабыл болсын. Алла тағала бәрімізге береке берсін, үйімізге, денемізге саулық берсін. Бізге де жұғысты болсын, Алла қаласа. Құрметті қонақтар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Осы қасиетті Рамазан айында жасап жатқан тойларыңыз қабыл болсын. Бір оқпен екі қоянды атып жатсыздар бойынша. Кеше ғана төбелесіп ойнап жүрген едік, уже бала шағалы болып, той жасайтын уақытқа жасқа жетіппіз. Тойларың құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, сендер жақсы көреміз, бадырақтар өсе берсін, аман есен, тіл көзден аман болсын. Осы тойға жүгіріп жүрген ата-анамыз аман болсын. 9 немере 9 жақтан қызмет жасап, қызығымен де, қызықшылығымен де қуанта берсін. Сендердің төбелестерің қандай күшті болған шығар, я? Ой, субханалла деп ше бір-біріне. Ой, машалла деп ше. Ол кезде намаз оқымайтынбыз. Ол кезде секең басып жүретін кезі ғой де. Так, болды ма барша сөйлеп? Арттағылар. Ерсұлтан, сен сөйлейтін уақытқа келдің. Бір ауыз айт. Еңлік сен де ке қасына. Ассалаумағалейкум, Нұрсұлтан бауырым. Айсұлтан балаң құтты бола берсін, дейін сау болып, өмір жасы ұзақ болып, үйекінен бақыттың байлығына кенеле берсін. Сендердің алдарында күліп, ойнап жүре берсін. Тек қана биік белестерден көрінсін. Сол артынан ере берсін, бізге де бұйырсын. Сол құттықтаймыз. Ал енді келген қонақтар сіздерді беккен оразаларыңыз қабыл болсын. Және де үлкен кісілер барлығы сіздерге айтып жатыр. Немере шөберелеріңіздің тойлары құтты болсын. Одан кейін немеде шөпшек деп көріп жүре беріңіздер иншалла. Аға жеңге енді сіздерге қарап үлгі алайық. Алғашқы тойларыңыз құтты болсын. Өніп өсе беріңіздер. Хадишадан бастап Айсұлтанға дейін балаларыңыз барлығы денсаулығы жақсы болсын. Бұйыртса мектепте жақсы үлгілі оқушы болып, арғарай жетістіктерін көрсете берсін. Жақсы белестерге жетіп, жақсы жерде жұмыс жасап, міне менің балам, міне менің қызым деп отыратын белгілі бір тұлға болып өсе берсін иншалла. Және салихалы, иманды ұрпақтан бола берсін. Бәрімізге жұғысты болсын. Осы 7 жылда 9 болыпты, енді иншалла 10 жылда 15 болайық. Математикаға жақсы екенсің, молодец. Болайық демесе, әрекет жасап. Болайық дегеннен бола бермейді ол. Келінде суретке түсіріп алайық.
жақындап бір бірімізге сурет жігіше келіңіз суретке